Достар, Қытаймен бизнестің 5-ші сабағында сіз таңдаған тауардың Қытайдан Қазақстанға жету құнын есептеуді үйренетін боламыз. Енді осы Қытай сайттарындағы тауардың Қазақстанға келгенше, яғни қанша болатын есептеп көрейік. Мына жерден бір тауарды іздейміз. Мысалы, мына тауарды көрейік. Осының қанша теңге болатын. Яғни мына жерде 46 юан дейді. Енді көптеген достар осы жерде бір қателеседі. Кей кезде мына жерде 2 цифр тұрады. 10 юаннан сызықша 46 деп тұрады. Онда ол кезде 10 юаннан басталады. Яғни арзаны 10 юан деген сөз. 10 юандық бар, одан кейін 11 юандық, 15 юандық, 30 юандық, 20 юандық бар. Ең қымбаты 46 юан, сол аралықта деген сөз. Жақсы достар, енді мынаның қанша екенін біз есептеп көрейік. Ол үшін оң жақ астындағы оранжевыйды басамыз. Мына жерден размерін таңдайсыз, 90, 100, 110, осыны таңдайсыз, қараңыз. Мынадан біреу, мынадан біреу, мынадан біреу. Әрқайсынан бірден деп ойлайық, мысалы. Төртеу алдық, сізге керегі төртеу, мысалы. Өзіңіз таңдадыңыз, енді оны қалай есептейсіз? Мынаны басамыз. Жалпы, бұл жерде мөлшермен есептейсіз ғой, мөлшермен. Мысалы, көріңіз. Біреу 46 юаннан барлығы мына жерде 205 юан болды. 205 юанды енді біз қазір калькуляторға барып көреміз. Жоқ, алдымен мекқа барып көрейік. Міне, мекқа барамыз. Бұл жерде міне, юанды алдында айтып кеткенбіз. Осы жерге міне, оң жағындағы валюта деген жағына қоямыз. 205 юан. Міне, 205 юан. 205 юан дегеніңіз 13.325 теңге. Енді қараңыздар, бұл жерде тағы бір мәселені айта кетейін. Бұл жерде міне, бүгінгі валюта 65 болып тұратын болса, сіз 1 теңге 66 деп есептеңіз. Өйткені ертең валюта түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан әр жерде де солай валюта тұрақты болмағандықтан 65-ке 66 деп қосып есептейсіз. Мысалы, біз қазір калькуляторға барайық. Міне достар, калькуляторға келдік. 205 юанды көбейтеміз. Жаңағы ана жерде 65 деп тұратын болса, сіз 66 деп көбейтуіңіз керексіз. Енді оған қосамыз 10%. Сонда бұл Қытайдағы бағасы, жаңағы бесеуінің бағасы 14.000 теңге шығып тұр. 14.800. Мынаның төртеуінің бағасы 14.800 шығып тұр, достар, көріңіздер ме? Барлығы 14.800 шығып тұр, көрдіңіздер ме? Енді бұның бұл Қытайдағы бағасы, енді бұл келгенше өзіңіз бұл кішкене киім болғандықтан, бұның килограмм қанша екені ол жерде көрсетілмейді, өзіңіз мөлшермен мына киім қанша килограмм шығады. Соны өзіңіз есептеп, ішіңізден санап қоясыз. Келгенде килограммына сол күнгі доллармен төлеп алатын боласыз. Әр уақытта әртүрлі болады. Осылай достар, осы сабақтан кейін сіз өзіңіз таңдаған тауардың Қазақстанға дейін қаншамен келетінін өзіңіз есептеп отыратын боласыз.